Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге жаңағы көргендеріңіздей қытырлап әдемі шығатын сұлы печеньесінің жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Кейіннен сұйық майды құйып, және сұлы жармасын, крахмалды салып, бұны да жақсылап араластырамыз. Шоколадты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Негізінде бұның орнын жаңағы кепкен жемістермен алмастырсаңыз болады. Мейізбен немесе басқа да кепкен жемістермен. Печеньені салар кезде міндетті түрде астына пергамент қағаз төсейміз. Осылай қасықтың көмегімен дөңгелектеп печеньелерді жайғастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп алдым. Егер де сізге рецепт ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Және менің арнама тіркеліп алуды да ұмытпаңыз. Тіркелу батырмасын басқан кезде қоңырау шанын да басып қоюды ұмытпаңыз.